Қаралы сұлу 5 бөлім. Күз айында сабақ басталады. Жатақханаға орналасып, оқуға бар ынта-ықыласымды аудардым. Жанымдағы қыздармен жақсы қарым-қатынаста болдым. Өткен өмірім жайлы ешкімге тіс жарып айтпадым. Ол жайлы айтсам, менімен ешкім араласпай қоятын секілді. Өмірім ақырында бір сарынға түсе бастады. Демалыс күндері топтағы қыздармен Алматыны аралаймыз. Кинотеатрға барамыз. Жастайымнан өлім жетім, қайғы қасіретті көргеннен психологиялық тұрғыда қатты басылып қалыппын. Оқуға түсіп, ел көріп, көпшілікпен араласып, білім алып, көзім ашыла бастады. Осылай жүріп, 1-ші курсты аяқтадым. Өзге қыздар жігіттермен сөйлесіп, кездесіп, студенттік өмірдің қызығы мен шыжығына батып жүргенде, мен тек оқуымды ғана ойладым. Ер жігіттерді маныма да жолатпадым. Өткен қиыншылықтарымнан кейін көңілім қайтып қалған еді. Осылай тек білім алып, тек оқуымды ғана ойлап 3-ші курсты тәмамдадым. Жазғы демалысқа шығып ауылға анама бардым. Әпкемдер үйлерін бітіріп кіріп алыпты. Ал анам ауылдағы үйді сатуға қойып, фазендадағы біраз ірі қараны сатып, Алматыдан үй аламыз деп ниеттеніп, мені күтіп отыр екен. Қызым, көзім тірісінде сенің де баспанаң болсын. Болашағын қалай болары белгісіз ғой. Әпкен үшін уайымдамаймын. Жезден өте жақсы жігіт. Өз отбасы, балалары, туыстары бар. Ендігі бар ойым сенің мамандық алып, жұмысқа орналасып, өз үйін болып, бағын ашылып, бақытты болғаныңды қалаймын, дейді. Сөйтіп үйге сатып алушылар келіп, жақсы бағаға келісіп саттық. Біраз ірі қараны да саттық. Ал қалған малды анам жездем мен әпкеме табыстап, әкелерін маңдай термен осының барлығын сендер үшін, немерелері үшін жинаған еді. Қалған мал енді сендердің еншілерің, деп әпке мен жездеме өткізіп берді. Сөйтіп қомақты ақшамен Алматыға келдік. Әкемнің туыстарын салып жүріп, жан-жақты қарастырып, қаланың сырт жағынан үлкен жер үй алдық. Біраз жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Сөйтіп анам екеуміз күзге қарай көшіп кіріп алдық. Мен оқуыма енді үйден қатынайтын болып оқып жүрдім. Анам, оқуымды аяқтағанша жанында боламын, деді. Екеуміз бірге тұрып жаттық. Мен әдеттегідей үйдің жанындағы аялдамадан түсіп қалып, үйге қарай жол жиегімен келе жатыр едім. Жаңбыр жауып тұрған болатын. Үйдің маңындағы дүкеннің қасынан өтіп бара жатқанымда, жанымнан бір көлік зу етіп, бар шалшықты маған шашыратып өте шықты. Үсті басым малмандай су болды. Не істерімді білмей қалдым. Ыза болып жан-жағыма қарасам, дүкеннің терезесінен қарап тұрған бір жігітті көзім шалып қалды. Үстімді қаққылап жүре беріп едім. Әлгі жігіт дүкеннен жүгіріп шығып артымнан, «Қарындас, тоқтай тұрыңызшы, баратын жеріңіз жақын ба?» деп сұрап жатыр. Мен ашулы жүзбен артыма бұрылып қарап, «Қайтейін деп едіңіз, апарып салайын деп едіңіз?» деп ашулана сөйледім. Сөйтіп едім, бейтаныс жігіт, «Айыпқа бұйырмаңыз, мен жай көмектесейін дегенмін. Үстіңіз малмандай су болды ғой, егер қарсы болмасаңыз, көлігіммен жеткізіп салайын», дейді. Содан мен аздап ойланып қалдым. Үйге дейін біраз жүру керек. Түрім болса мынау, ертең ауырып сабаққа бара алмай қаламын деп, жеткізіп салғанына қарсы болмадым. Сөйтіп көшенің бойында тұрған әлгі жігіттің көлігіне отырдым да үйге қарай жол көрсеттім. Өзі мінезі ашық, сөзшең жігіт екен. Ананы-мынаны айтып, танысып қалдық. Есімі Бейбіт екен. Әңгімесіне қарай, ол жаңағы дүкеннің иесі екен. Мен үнемі осы дүкеннің жанынан өтемін. Азық-түлікті де осы дүкеннен алатын едік. Сол кездері мені сыртымнан көріп, бақылап тұрады екен. Маған, «Мұнда жақында келгенсіздер-ау, бұрын көрмеп едім», дейді. Мен, «Иә, жақында ғана көшіп келдік», деп оның сұрақтарына қысқа ғана жауап қайтарып отырдым. Әне-міне дегенше үйге де жетіп қалдық. Содан мен алғысымды айтып, дарбазаның алдынан түсіп үйге кіріп кеттім. Сол жағдайдан кейін Бейбітті жиі көріп тұратын болдым. Дүкеніне жиі келетін, сәлеміміз түзу болатын. Кейінірек сабақтан қайтып келе жатқанымда мені күтіп тұратындай, алдымнан шығып, үйге дейін әңгімелесіп шығарып салып жүретін болды. Осылай жақынырақ таныса бастадық. Кейде оны көрмей қалсам, дүкенінің жанынан өтіп бара жатып, көңілім алаңдап, көз жанарыммен іздейтін секілдедім. Бейбіт бойшан келген аққұба тап тұянақтай киініп жүретін тартымды жігіт еді.
жүзі сондай жылы, жымиып күлгенде арманға ұқсап кететін. Кейде оның бойынан арманға деген ұқсастықтарды байқап қалатындай едім. Сөйтіп бір күні әдеттегідей сабақтан қайтып келе жатқанымда алдымнан шығып, «Назгүл, уақытың болса аздап қаланы қыдырып келсек қалай қарайсың?» дейді. Мен: «Үйде анам бар, сол кісіге ескертіп сұранып шығайын» деп үйге барып анамнан сұранып едім. Анам: «Танитын білетін араласып жүрген досың болса жарайды, бірақ көп кешікпей кел» деп рұқсатын берді. Бейбіт екеуміз оның көлігімен қаланы аралап біраз қыдырып әңгімелестік. Бейбіт Семей қаласында туып өсіпті. Мектепте 6-шы сынып оқып жүргенінде ата-анасы көлік апатынан қайтыс болып, Алматыда нағашы апасының қолында тәрбиеленген екен. Осы дүкен де нағашы апасыныкі екен. Әңгімелесе келе бір-бірімізбен жақынырақ таныстық. Отбасымыз жайлы айттық. Осылай отырып біраз уақыт болып қалыпты. Сосын мен: «Үйге қайтуым керек. Қазір анам іздей бастайды. Мені үйге жеткізіп саласың ғой» деп жатсам, ол маған қарап отырып: «Назгүл, сені біраз уақыттан бері сырттай бақылап келемін. Енді жақынырақ танысып жатармыз. Маған ұнайсың. Қыз-жігіт болып кездесіп тұрсақ қалай қарайсың?» дейді. Мен не дерімді білмей қалдым. Іштей ол да маған ұнап қалғандай. Мүмкін арманға ұқсастықтары шығар. Сонда да мен біраз ойланайын дедім. Сөйтіп мені үйге әкеліп тастады. Сол түні мүлде көз ілмедім. Өйткені арманнан кейін ешкімге жүрегім жібімеп еді. Мына жігітті ұнатып қалғандаймын. Ол өткен өмірім жайлы білсе не дейді екен? Оның үстіне мені ауылдағылар «Черная вдова» дейді. Енем де «Сен бәрін жалмайтын жалмауызсың» дегені санамда мәңгі сақталып қалғандай еді. Бұл жігітке де кесірім тиіп кетпейді ме деп іштей қорықтым. Сонымен не керек? Оған бар шындықты айтуға бел будым. Егер мені шын ұнатып, шын ойы болса түсінер, болмаса көре жатармын деп ойландым. Ертесінде оған хабарласып сөйлесейік. Демалыс күн болғандықтан түске таман кел дедім. Ол түске таман келіп мені алып кетті. Екеуміз қала ішіндегі шағын дәмханаға барып отырып сөйлестік. Мен оған өткен өмірімді жасырмай барлығын айтып бердім. Мені ауылда «Черная вдова» дейтінін де айттым. Сенің өміріңді қатерге тіккім келмейді деп едім. Ол «Қойшы» деп күліп жіберді. Маған бұл біртүрлі оғаш көрінді. Сосын ол өзі жайлы айта бастады. Мен де бір рет үйленіп, мінезіміз жараспай бір жылдан кейін ажырасып кеттік. Қазір міне 30-ға таяп қалдым. Үйленіп балалы болғым келеді. Мінезі жайлы өзіме ұнайтын қалыңдық іздеп жүредім. Сені бір көргеннен ұнатып қалдым. Біздің ауданға келгелі сыртынан байқап жүрмін. Қысқасы, апасы кәртейіп барамын. Сенің баланды көріп кетсем арманым жоқ деп көп айтады екен. Сөйтіп менің өткен өмірім жайлы ештеме демеді. Содан маған үйленейік деп ұсыныс жасады. Бұл енді менің бағым ба? Алда не күтіп тұр екен? Не ойларымды да білмей қалдым. Жалғасы бар.